Саламатсыздарма құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай смартфон ойынын таныстырамын. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау менде мысал ретінде құрастырылған сұрақтар қазақ тілі бойынша. Шаблонда жалпы былай немен көрсетейін қазір. Басқасымен несімен көрсетейін. Былай сұрақтар бойынша. Жалпы шаблонымыз осылай 13 слайдтан тұрады. Бірінші титульный бет. Бұл жерде бізде бастау деген батырмасы бар. Одан кейін мына жерде смартфондар бар бізде. Nokia, Poco мысалы, одан кейін Vivo, LG, Xiaomi бар, одан кейін Redmi бар, iPhone бар, Samsung, Lenovo, Oppo. Осындай брендтер бар, яғни бренд телефондар осы смартфондарды таңдай отырып сұрақтарға жауап береді. Жалпы мына жерде сұрағын жазыңыз деген жерде сұрағын жазасыздар. Дұрыс жауапқа дұрыс жауап, қате жауаптарға қате жауаптарын жазамыз. Мыналарға тиіспейміз. Мынау бізде GIF анимациялар, GIF-тер. Осыған басып, жаңа мен айтқандай қайтады. Мыналарды да өшірмейміз, дауыстарын барлығы өз тұрады. 10 сұрақ құрастыруға болады бұл шаблон бойынша. Енді сіздер сұрақтарыңыз көбірек болғанын қаласаңыздар, қалай істейсіздер, мен сіздерге бір рет көрсетейін. Вид дегенге басамыз. Осы жерден мынаған ауыстырамыз. Одан кейін былай копировать етіп аламыз. Мына жерге дейін мысалы. Сұраққа дейін алдым. Копировать етіп. Одан кейін мынадан кейін қоям. Яғни мынау неден кейін жалғасып кетеді. Былай жалғасады. Назарларыңызға рахмет. Тағы бір рет алып кетті. Осыны алып тастаймыз. Біреуіні болды. Енді не істейміз? Енді мына жерде мысалы мынау толып тұр бізде. Осыны тағы да істейміз. Дублировать слайдпен істейміз. Одан кейін мына жердегі барлық нелерге анимация қойып шығамыз. Қазір көрсетемін. Удалить, гиперссылка қоямыз. Яғни жаңа бізде қаншаншы слайдтан кейін кетеді? 13 слайд болды. Яғни 13-ші слайдтан кейін басталады. Міне 14-шісі, мынау бірінші сұрағымыз біздегі. Міне. Сонда 14-тен бастап қоямыз. Мынаған гиперссылка қоямыз. 14-ке. Место документ 14. Осылай қойылады. Мынаған 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-ші соңғысы мынаған келеді сонда. Тура келеді. Назарларыңызға рахмет, 24 болады. Болды. Тек қана гиперссылка қоясыздар, осылай сұрағын өзгертеміз болды. Енді шаблон мынаны да бір көрсетейін қалай істейтінін. Міне, осылай басталады. Дауысы осындай өзі бар. Бастау деген батырма бастым. Одан кейін жаңа айтқандай мына жердегі телефон маркаларын таңдайды. Мысалы iPhone таңдайды. iPhone-ның сұрағы шығады мына жерде. Одан кейін
кате жауаптарына басқан кезде осындай дауыс шығады, ал дұрыс жауапта былай шығады. И жаңағы анимация басып осылай өтеді. Мынаның бәрі аяқталғаннан кейін мынаған бір рет басамыз. Осымен слайдымыз аяқталады. Енді тағы да қандай нені өзгертуге болады? Музыкасын былай көрсетейін. Мына жерде тұр. Бұны дауысын жоғарылатуға болады, төмендетуге болады. Мына видео түсіруші мен ең төменіне қойдым. Көтеріп қойсаңыздар болады, түсіріп қойсаңыздар болады, немесе алып тастасаңыздар да болады. Қалай алып тастаймыз? Мына врезать дегенмен алып тастай саламыз. Енді мына бізде нелер, дифтер. Ұнамайтын болса, оларды да врезать етіп алып тастауға болады. Қиын емес барлығы. Тек қана мынаны өзгертпеңіздер, смартфондарды. Одан кейін мына шаблондағы мынауларды да өзгертпейміз, анимацияларды. Тек қана сұрағын, осы шаблонды алып, сұрағын жазып, сабақтарыңызда пайдалансаңыздар болады. Қалай сұрақты көбейтуге болады? Бұдан да көбейту үшін жаңағыны биттен тағы да көбейтуге болады. Қалай көбейтуін көрсеттім. Сұрақтарын құрастырыңыздар. Осындай шаблондарды сабақтарыңызда пайдаланыңыздар. Назарларыңызға рахмет.